Қайырлы күн оқырмандар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте әсерлі әңгімені дыбыстайтын боламын. 21 жасында ұнатқан жанға ақ тұрмысқа шыққанмын. Үйден ұзатылып шығару сол кезде енді ғана дәстүрге қайта еніп келе жатыр еді. Ол жақта бәріне дайын еді. Түске беташар рәсімі, кешке үйлену тойымыз болып, барлығы 2-3 күннің ішінде өтті. Содан кейін тағы 4-5 күн үйден қонақ үзілмей, жаңа бас қосқан жігітіміз екеуміздің ақ төсегімізге жатуға шамамыз келмеді. Оның үстіне екеуміз бір-бірімізден ұялып жүрдік пе, әйтеуір сәті келмеді. Тек 7-ші күні ғана үйде адам аяғы саябырсып, аздап шаруамыз басылғандай болды да, сонда ғана жұбайлық міндетімізде орындау керектігіміз еске түскендей еді. Бірақ сол күні өмір бойы ұмытпайтын шығармын. Біз үшін дайындалып аппақ боп салынған төсекке бас қойғанда екеуміз де қысылғандай едік. Алғашқы түннен қорыққанымыз тағы бар. Әйтеуір бір уақытта құрсағымның іші жыртылғандай қатты ауырды да, арғы жағы есімде жоқ. Көзімді ашқанда ауруханада жатыр екенмін. Басымда күйеуім, бір жағымда енем тұр. Не болғанын түсінбедім. Тек дәрігер келіп күйеуім екеумізді ғана алып қалып түсіндіргенде ғана көз жеткіздім. Түнде қатты ауырсынудан кейін талып қалыппын. Қорқып кеткен күйеуім бірден ауруханаға келіпті. Мұндай болады. Қатты қорыққан шығарсың. Әдетте төсек қатынасынан алдын ала қорқыныш болғанда көп жас келіншектерде болып тұрады. Қай жерің ауырады? Қазір тексереміз, сосын бәрін анықтаймыз. Бұрын естен танған кездеріңіз болмаған ба деп біраз сұрақтар қойды. Содан кейін арнайы гинеколог креслоға шығарып қараған соң аздаған қанталау бар екенін, біраз күн қосылмау қажеттігін де ескертті күйеуіміз екеумізге. Бәрі дұрыс екеніне қуанып, бір шама дәрі-дәрмек қабылдаған соң үйімізге қайттық. Дәрігер айтқандай 10-15 күндей қатынасқа түспедік. Мен де аздап сол түні ұмытқандай болдым. Бірақ сонда да қорқыныш кетпеді ойымнан. Алғашқы түні қосылғандағы ауырсынудан қорқатын сияқтымын. Тағы да қосылсақ, бірақ күйеуім ақырын қимылдағанның өзінде маған ауыр болды. Оны мен тұрмысқа шыққанның бәрінде болатын жағдай деп түсініп, сыр білдірмеуге тырыстым, шыдап жүрдім. Бірақ әр қосылған түн мен үшін ауыр азап бола берді. Тіпті кейде қанда білініп қалатын еді. Кейде білдірмеймін, кейде төсектен қашқақтаймын. Ал жағадан үйленген күйеуім оны түсінсін бе? Өзім де ашып айта алмадым. Ол да күннен күнге маған күдікпен қарап, кейде соған бола ұрысып қалатынды шығардық. Ал енем болса, уақыт өткен сайын маған көтермедің бе дегендей емеурін танытады. Мен үшін тағы бір қасіретті түн өтті. Сол күні күйеуім жолдастарымен сыралатып келген екен. Ай-шайға қарамай мені төсекке алып ұрды. Дәл біреу әбден қайрап жібергендей, дөрекі қимыл танытып, ауырады дегеніме қарамай қинағаны. Бір кезде қатты шыңғырып жібергенімді білем. Әрі қарай тағы да есімде жоқ. Тағы да аурухана, тағы сол дәрігер. Бұл жолы әжептеуір қан кетіп, біраз күн бүгіліп қалдым. Құрсақ тұсым ауырғанда жанымды шығарардай болды. Абырой болғанда аса қатты жарақат болмапты. Дәрігер күйеуімді де шақырып түсіндіргендей болды. Оның ашуына тым қатты әрекет жасамау қажет екен. Оның үстіне менің де ішкі мүшемнің қан тамырлары нәзік екен. Ол кезде сексиолог деген маман болатынын да білмейміз ғой. Не керек, содан бастап күйеуім өзгере бастады. Дөрекі мен мазақ еткендей, бір сөздермен мұқатып қалғысы келетін. Арамызда салқындықты сезген енем де баласын ақтап мені жек көре бастады.
үнімді шығармай тек шаруаммен ғана айналысамын. Төсекте де үнімді шығармауға тырысып бағамын. Бірақ қатты ауырғанда ертеңіне бүктеліп қала беретінім болдым. Шынымды айтсам, күйеуге тию маған қасірет әкелгендей болды. 12 келі салмақ тастап, әбіржіп қатты жүнжіп кеттім. 6 айдан соң көрген анам шошып кетті. Басында ауру екен деп ойлапты, бірақ шынында менің ішіме дерт кіріп үлгерген еді. Әрбір түнді өткеру, күйеуімнің әрбір әрекетіне шыдау мүмкін болмай бара жатқан. Бірақ оны анаңа қалай айтарсың? Күйеуіңнің ішіп келіп тағы бір рет жасаған әрекеті менің тұрмыстағы өміріме нүкте қойды. Зорлағандай болғанда қанша шыдайын десем де, арасында даусым шығып кетіп, ал ол одан ләззат алғандай еді. Жыныстық мүшесі құрсағымды жарып шығардай болғанда, енді онымен тұра алмайтынымды, жалпы енді қайтып жыныстық қатынасқа түскім келмейтінін түсіндім. Ажырастық ақыры. Оның несін айта беремін? Мені ол кезде ешкім түсінген жоқ. Басыма қонған бақытты тепкен жан болдым. Тіпті ата-анам да. Сөйттім де оңтүстікке кетіп қалдым. Мені ешкім танымайтын, білмейтін жерге. Әңгіме соңынан байқағаным, жасы 40-тарға келсе де әлі тұрмысқа шықпапты. Әрі қарай қазбалап сұрамадым. Сол кездегі жаны мен тәніне түскен жарақаттан қорқып қалған болар деп ойладым да қойдым. Неге олай болды екен? Себебін сұрамадыңыз ба? Ізденіп білмедіңіз бе деп сұрауға да батылым жетті. Біраз жылдан соң оның сексолог маманына бардым. Ол тексеріп барлық мән жайды сұрап білген соң, күйеуімнің жыныс мүшесі менікіне сай емес екен болғанын болжады. Толық диагноз қою үшін оны да тексеру керектігін айтты. Мұндай жағдай ерлі-зайыптылардың арасында кездеседі екен, бірақ көп емес. Сол аз топтың ішінде болғанымызда. Кейін күйеуім туралы естідім. Ортақ танысымызды кездестіріп қалғанмын. Ол тағы да 2 рет үйленіп, ол да 2-3 ай тұрған соң кетіп қалыпты. Қазір жалғыз тұратын көрінеді. Аздап мұңайып қалған. Әйел әрі қарай айтқысы келмеген сыңай танытты. Әңгіме басқа арнаға ауысса да, менің ойымнан кетпеді. Мұның ешбір емі болмаса да, басқаша шығар жолы болмағаныма. Егер екеуіне жол көрсетіп кеңес беретін маман болғанда, отбасын сақтап қалар ма еді деген ой миынан шықпай қойды.